Açıldı сезімнің парақтары. Білмеймін ол не деп бара жатқаны. Соңғы кездері ойларым шарықтап ұшып жүр. Құдайда Рахмет, рахмет, что ты просто есть у нас. Сен туылғалы біздің семьяда прям как будто бір андай семьяның толықтырып, сен туылған кезде бәріміз сенің бетіне қарап, карантин уақытында Нариман андай үндемей жүрсең де барлығын жасап, барлығын внимательно қарап, даже мен туған күн жасаған күні кішкене шаршап қалып едім, соған байқап маған гүл әкеліп, менің настроениемді көтеріп, осылай айым аяруды ойлап, даже уже семьяның еркегі болып, айым аяруға ақыл айтып, уже маған ақыл айтады. Бір жаққа барасам, қайда барасың деп бізді ойлап, всегда ойлап жүресің. Рахмет саған. Аяру. Осылай, білмеймін, үйде аяру болса, өзім андай бір позитивный настроениеде жүремін, өйткені всегда прикол айтып, күшті настроение беріп, комнатасында жабылып отырса да, все равно сенің энергетикаң сезіледі. Тебе благодарна, что ты у меня есть. Айым, мен сені ерекше қатты жақсы көремін. Сен туылған кезінде қатты қуанғанмын. Даже мамадан сұраған, маған, пожалуйста, сестренка туып берші. И вот сен туылдың, и мен сразу өзіме келіп, кішкентай кезімде 4 жаста болсам да, өзіме келіп, сразу ответственность алып, 4 жасында сені бағып отыратынмын. Саған көп-көп рахмет. Мама сізге ерекше. Вообще, вот, честно, даже қалай айтатынымды білмеймін. Я вас очень сильно люблю, очень сильно благодарна. Ұйықтар кезде Алла тағаладан всегда сұраймын. Маманың денсаулығы всегда жақсы болып, ешқашан жыламасыншы, бәріміз бірге бір отбасы болып, бәріміз бірге осылай, даже осылай отырғанның өзі мен үшін бақыт. Бәріміз бір-біріміздің қолымызды ұстап, бәріміз бірге бір-бірімізді тыңдап, бақытты болып, өйтіп жүргеннің барлығы сіздің арқаңызда. Барлық бақытты тек осы сізге ғана тілеймін. Я вас очень сильно люблю. Осылай біз үшін, біз кішкентай кезімізде көп нәрсені көріп өскен адамдармыз, өскен балалармыз. Соны осындай уақытта басқа жолға кетіп қалмасыншы деп, бұрыс жаққа кетіп қалмасыншы деп, біз үшін тырысып жүргеніңізге көп-көп рахмет. Мам, я понимаю то, что вы очень сильно переживаете насчет кино. Бұл уақытқа дейін көрдім бүкіл процесті. 2 аптаның ішінде болса да қаншама деталь, қаншама ішіндегі біз көрмейтін жұмыстар. Таңертең кетесіз, жүрегіңіз соғып тұрғанын мен сезем. Мен барлық адам сезем, негізі бүкіл эмоциясын, и сіздікі прям ерекше сезем. И я очень желаю, чтобы прям барлығына кино ұнап, жақсы отзыв келіп, жақсы касса алып келіп, сізге тек қана удача, сол үшін келіп, сізге поддержка жасап, сізді жақсы көремін, өйткені сізді қатты жақсы көремін, сізге барлық жақсылық тілеймін. Рако, спасибо, что сен біздің всегда қасымыздасың, сен біздің үйге как періште кірдің реально. Сен үйге кіргелі, бүкіл байлық бәрі кіре бастады. Нариман, саған рахмет, за то, что сен всегда поддерживаешь, папаның екінші орнында тұрсың сен. Бізге всегда көмектесесің, біресе болса, давай жүр саған алып беремін дейсің. Бізге всегда еркелетеді, біраз ситуация әкеліп жүресің. Соған рахмет, я тебя люблю. Аяру, саған рахмет, за то, что сен всегда қасымдасың. Даже хоть шопингқа барасың демен, любой жерге барасың. Соған рахмет. Мен қазір жылап жүрем. Бірімізді даже ақша берсең де бірімізге всегда аямай беремін. Сол, Адема, рахмет просто за то, что ты есть, как сестра.
всегда көмектесесің, хоть даже біресе жыртық болса сигарет тігіп бересің. Хоть даже сейчас маған сипердің видеоны анау капкуттан бәрін дұрыстап сипеп бересің. Идеяларың көп, давай былай деп күшті жағын айтып отырасың. Всегда поддерживаешь, даже хоть Дубайда болсаң да, қалдарың қалай деп сұрап. Это для нас много значит. Я тебя очень сильно люблю. Мама. Рахмет, что мені осы өмірге келгеніңізге, мені 9 ай көтергеніңіз үшін көп жақсылықты бізге всегда балаларым істесінші, балаларым бірінші орынға қоясыз осылай. Біз үшін бәрін істеп бересіз, много зарабатываете для нас, чтобы мы жили очень хорошо. Балаларымның киімдері болсын, тамақтары болсын деп осы бәрін шауып жүресіз. Соған рахмет. Ешқашан да біз андай жаман жаққа тартпайсыз, тек жақсыға, осы бүкіл балаларымыз үшін деп. Соған рахмет. Сізді өте қатты жақсы көремін. Я вас очень сильно люблю. Жуан, мен сені қатты жақсы көремін. Айым кішкентай кезде осы жылаған кезде қызарып кететін. Әлі ма? Мам, кстати, сіздің киноңыз келатыр. Сіз осы күнге дейін қатты уайымдадыңыз, қалай болады. Мен даже барып жүрдім, тоже түстім. Соған режиссерлар бәрі қарап, дұрыстап түсіріп жүрді. Сол киноңыз күшті өтсін, бәріміз қарап, бүкіл Қазақстан болып қарайық. Күшті каста келсін. Удачи, мам. Бәрі күшті болсын. Рахмет, үлкен рахмет.